Ата-баба дәстүрі ұрпаққа аманат. Облыстық ардагерлер кеңесі елбасының рухани жаңғыру болашаққа бағдар мақаласын жас буынға насихаттады. Оқушыларға өмірі өнеге аға буынды үлгі етіп, салт дәстүр мен адамгершілік қасиеттер хақында әңгімелеп берді. Жиынның қадірлі қонағы еңбек Қызыл ту Ленин ордендерінің иегері Фатима Қадырбаева болды. Ел анасы маңдай терімен, еселі еңбегімен есейген жан. Ардақтана еңбек жолын шопандықтан бастап, колхоз басқаруға дейін көтерілді. Жаны нәзік болса да, елдің дамуына, аймақтың көркеюіне сүбелі үлес қосты. Ұлыларын ұлықтай білген халық ұрпағы жақсының жақсылығын айтып қуанды. Өзі жұмысты шопаннан бастап, әкесінен шопанның таяғын алып, кейін сонымен жаңағы өзі ары қарай оқуын жалғастырып оқып, жоғарғы білім алып, соны кейін аудандық атқару комитетінің төрағасының орынбасары, соны кейін шаруашылықта кеңшардың директоры 12 жыл болған. Енді бұндай азаматтар бізде көп емес, сондықтан да санаулы болғандықтан біз бұндай әжелердің, бұндай апалардың істеген тірлігінен жастарға беретін үлгісі көп. Жиын барысында аймақ аңызына айналған Фатима Қадырбаева оқушыларға өмірінің ерекше сәттерін баяндады. Қилы ғұмыр кеше жүріп, жинаған тәжірибесімен бөлісті, ақыл кеңесін де айтты. Затым әйел болса да қол еңбегін, қара күшті көп қажет ететін істермен айналыстым. 700 бас қойды төлдетіп, нағыз еңбек майданын кештік. Күндіз-түні ұйықтамай малдың бабын жасаған күндер де кешегідей әлі есімде дейді ол. Жас өскіндерге бұл әңгіме ертегідей қызық болды. Bir қарағанда жаны нәзік, жүрегі жұмсақ адам осыншама ауыр жұмысты қалай атқарды деп таңырқай қарағандар да болды. Бірақ еңбегіне қарай өнбегі. Үздіксіз адал еңбек еткен адамға бақыт басын имей қоймайды дегенді асыл ана ісімен көрсетті. Айжан Ашырхан, Кенжехан Дүйсенбі, Бақыт Байларов, Оңтүстік ақпарат.